Ал енді біз жастығын және осы біздің бесіктегі шүмегі тұратын жерде екі кішкентай жастық жасап болады. Солардың барлығын дайындап жасайтын боламыз. Мен жастықты бірден қиып алдым. 30-35 сантиметр қиып алдым. Ал мынандай кішкентай екі көрпешенің 18-28 етіп қиып алдым. Және сырттарына қабына бірден маталарын дәл осы размерде қиып дайындап алдым. Қазір бірінші іштерін тігіп шығатын боламын. Міне жастықтың ішін және екі жаңағы шүмектің екі жағында тұратын жастықшаларының іштерін тігіп алдым. Бұлардың ішіне холофайбер салатын боламын. Негізі жаңа матрасын жасадық қой, сол матрастың да ішіне холофайбер салсаңыздар болады. Мен ақ мақта салуды жөн көрдім. Іштерінің барлығына холофайбер салып алдым. Енді ауыздарын 0,1 сантиметрде машинкада тігіп аламыз. Міне біз матрастың бетінде тұратын екі кішкентай көрпешені және жастықты тігіп алдық. Барлығын ауыздарын 0,1 сантиметрде тігін машинасымен тігіп шықтым. Енді келесі кезекте біз осылардың тысын тігеміз. Мен екі мына кішкентай көрпешенің тысын дәл осылай, бағана дәл осылардың размерімен алған болатынмын. Тек сол теріс бетіне тігіп 10-15 сантиметрде қалдырып отырып жанын тігіп, оң айналдырып, ішіне қаптап, дәл осылай 0,1 сантиметрде тігін машинасында тігіп ала қоятын боламын. Ал енді жастықтың тысын біз замокпен тігетін боламыз. Размері тоже дәл жастықтың іші қандай размерде алдым, сыртында сол размерде алдым. Өйткені андай қолпылдамай дәл болып тұрсын деп. Енді мен бұны аберлоксыз тігіп көрсететін боламын. Себебі мен матрастың тысын аберлокпен бірден оңай тігіп көрсеткен болатынмын. Енді араларыңызда аберлогі жоқтар үшін арнайы аберлоксыз тігіп көрсететін боламын. Міне біз енді бірінші осы жастық тыстың замок тұратын жерін кішкене 0,5 сантиметрде қайырып, 0,5 сантиметрде қайырып тігіп аламыз. Бұл жерде бізде замок тұратын ашық болатын жері. Мына мата қатты сетінетін болғандықтан не болмаса аберлоктау керек, не болмаса осылай ішке қарай қайырып тігіп алғанымыз жөн. Қазір осыны тігіп алатын боламын. Міне замок тұратын аузын ішіне қаратып 0,5 сантиметрден тігіп алдым. Енді оң бетінен лапканың бойымен тігіп шығамыз. Оң бетінен. Міне оң бетінен тігіп алдым. Енді осыны теріс бетіне айналдырып тігеміз. Міне теріс бетін айналдырып 1 сантиметрде тігіп алатын боламыз.
себебі жаңа оң бетінен тіккенде лапканың бойымен, яғни 0,5 сантиметрде тіккенбіз. 1 сантиметрде тіккенде бұл біздің тіккен тігісіміз оң бетіне көрінбеуі керек. Міне біздің жастық тісті теріс бетінен жанынан тігіп алдық. Енді замокты салу үшін мына ашық жердің екі шетінен бірдей етіп 2-3 сантиметрден кейін белгі қойып алыңыздар. Екі жағынан да, және мына жағынан да примерно 1-2 сантиметрден кейін дәл ұстап тұрып белгі қойып аламыз. Замогымыз ровно түсу үшін. Жасап алдым. Енді лапканы мен потайной замок тігетін лапкаға ауыстырып алдым. Жаңа қойып алған белгімізге замокты қойып, мына жерде пластмассасы бар, дәл соны осы жерге дәл қойып тігетін боламыз. Екеуін дәл келтіріп замоктың екінші жағында дәл жаңағы қойған белгімізге пластмасса жерін қойып тігіп аламыз. Жаңағы жанында қалған 2 сантиметрді осы замоктың тігісіне дейін тігіп тастаймыз. Және де артылған замогымызды қиып, ол жерде машинкада тігіп қайта ашылып кетпес үшін тігіп жібереміз. Міне біздің бесігіміздің ішкі жабдықтары дайын. Жастығымыздың тұсы замокпен ашылып, кез келген уақытта кірлегенде жуып, қайтадан қаптап қоюға болады. Және міне шүмектің жанына салатын кішкентай осындай көрпешелері де дайын. Енді біз бесігіміздің белдігін тігетін боламыз. Ол үшін мен мына матаның ұзындығын 60, енін 18 сантиметр етіп алдым. Енді осының бір шетінен дәл центрін тауып, бізде 18, соның дәл центріне 9 сантиметр тауып, сол 9 сантиметрдің дәл центріне тапқан екі жанына 3 сантиметр белгілеп алдық. Яғни ортамыздан 6 сантиметр общий алып алдық. Және мен жанынан 10 сантиметрден белгілеп аламыз. Және осы шетінен табылған осы екі нүктені қосып, сызып аламыз. Және бұны қиып алып тастайтын боламыз. Енді осыдан дәл осыны велюр матамызға қойып, велюр матадан да екі деталь алып аламыз. Біздің
белдіктің заттарын барлығын қиып дайындап алдым. 2 велюр матасын, 2 хб мата және мына бесікке төмен жағына байлауға арналған 2 бау қиып алдым. Бұл байланбайтын бірден дайын бау болады. Осындай қазір тігіп бәрін дайындайтын боламыз. Және бесіктің жоғарғы жағына байлауға арналған осындай ұзын етіп алдым. 1,5 метрде 9 сантиметр. Қазір бұның барлығын оң беттерін бір-біріне қаратып, теріс жағынан лапканың бойымен тігіп дайындаймын. Қазір ең бірінші осы ұзын бауды және бесіктің төмен жағына байланатын бауды тігіп дайындап аламын. Міне бауларының барлығын теріс бетінен тігіп, оң айналдырып дайындап алдық. Енді тек қана осы негізгі бөлшегімізге барлығын біріктіретін боламыз. Мен белдіктің арасына синтефон пайдаланам, жұқа. Енді бірінші синтефонды қойып, соның үстіне матаны теріс бетін синтефонға қаратып, оң бетін өзімізге қаратып қоямын. Содан кейін аяқ жағында болатын бауын осылайынан қоямыз. Және бесіктің жоғары жағына байланатын бауды осылайынан қойып, бетіне хб матамызды жабамын. Оң беті велюр матасына қарап тұрады. Енді бұл жылжып кетпес үшін барлық жерінен ине қыстырып, лапканың бойымен тігіп шығатын боламыз. Міне мен барлығына ине қыстырып алдым. Енді мына төменгі жағында біздің бауымыз шығып тұрған жерді оң айналдыруға алып қаламыз. 5-6 сантиметр. Ал қалған жерінің барлығын лапканың бойымен тігіп шығатын боламыз. Міне біз барлығын тігіп алдық, жиектеп. Енді артық синтефонды қиып тастайтын боламыз. Белдіктің ұштарын қиып аламыз, айналдырғанда мешать етпес үшін, және осы төменгі ашық жерінен белдігімізді оң айналдырып аламыз. Барлық бұрыштарын шығарып аламыз, және ашық жерін машинкада 0,1 сантиметрде тігіп алатын боламыз. Міне бізде дайын болды. Енді осы белдіктің үстін өзіңіз қалауыңызбен узор жасап тіксеңіз болады. Міне біздің белдігіміздің барлығы дайын болды. Өте әдемі шықты. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Менің видеомды толық қарағандарыңызға, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Біздің осымен бесік жасауымыз толық дайын болды.